Қайырлы күн, құрметті достар. Қазір мен сіздермен векторлар, кеңістіктегі векторлар тақырыбына байланысты бір есепті шығарып көрсетемін. Енді міне бізге екі вектор берілген екен. P, Q деген екеуі радиус вектор дейді. Бұл үшін радиус векторлар туралы біз алдын айтқанбыз. Осында екі вектор берілген екен. Мынадай. P, кішкентай P. Радиус вектор дейді. Демек, біз мынаның координаталар басын O деп, мына жағын үлкен P нүктесі деп, мына нүктенің координатын анықтаудымыз. Онда мынау 1, 2, 5 болады. Ана есепке сәйкес. Мынау өйткені вектор. Векторды біз 1, 2, 5 деп былайынан тігінен жазғанбыз. Вектордың координатын, нүктенің координатын көлденеңінен жазамыз. Енді екінші вектор. Екінші вектор Q векторы. Ол да радиус вектор дейді. Мынадағы есептің балдарын өшіртсейші. Бұл бізге керек жоқ. Q вектор берілген. Q векторды берілсе, мынау кішкентай Q векторы болса, онда үлкен әріппен мынаның ұшын белгілейміз. Ол нүктенің координаталары сәйкесінше 5, 2, -3 болады. 2, -3. Енді бізге мынадай қатынас берілген екен. Pn дейді, ол тең 4/1 PQ. Демек, мынадай бір Pn ол демек бізде PQ деген міне, PQ деген, мынаны вектор демек, PQ деген кесіндіні 4/1 бөлікке бөледі дейді. Яғни мынаның бойынан бір n деген нүкте алынған. Және ол нүктенің бір несі, ол нүктенің бір 4/1 бөлік дейді. Демек, PQ-дің 4/1 бөлігі. Яғни PQ-ді біз 4 бөлік деп қарайтын болсақ дейді, PQ-ді. Онда мына Pn соның 1 бөлігі деген сөз. Міне 4/1 PQ деген сөз. Значит, біз PQ-ді 4 бөлік десек, Pn соның 1 бөлігі деген деме. Демек, біз бұл жерде жаңағы қағидаға сәйкес векторларын біз мына бізге айтып тұр енді. Есептің табу керегінде ON векторын тап дейді. ON вектор десе, онда біз мынаны есептің жаңағы қағида деп атқан сол шартына сәйкес ON-ді табуымыз керек. ON векторын тап дейді. ON векторын тап деген сөз, осы ON векторының X, Y, Z деген координаталарын анықта деген сөз ғой. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Бұл есепті шығару барысында біз кәдімгі мына ON векторын енді көкпен белгілегендіктен көкпен жазайын. ON векторын мына не бойынша анықтаймыз? Ереже бойынша. Векторларды қосу. Бізде осындай вектор шығып тұр ғой. ON деген. ON. Мынауымыз P. Демек, векторларды қосу дегеніміз, ол жаңағы мына ON векторын табу үшін OP-ны Pn-ға қосамыз үшбұрыш ережесі бойынша. OP қосу Pn. Сол кезде бізде ON вектор шығады. Енді тек қана бізде мына Pn деп жаздық қой. Мына бізде n-нің координаталары жоқ. Бұл белгісіз. Бірақ біз оны таба аламыз. Оңай табамыз және де. Себебі Pn дегеніміз мына жерде берілген. Есептің шартында Pn берілген. Ол PQ векторы, PQ кесіндісінің 4/1 бөлігі. PQ кесіндісін және сол сияқты. Pn, PQ кесіндісін PQ вектор деп қарауымызға болады міне. PQ вектор деп. Ендеше PQ вектор мына Pn-ді, ондайша OP-мыз бар. OP векторы мынау болады. 1, 2, 5 қосылған Pn дегеніміз жаңағы ереже бойынша 4/1 бөлік. 4/1 бөлік. PQ-дің. Енді бұны да вектор деп қарастыра салайық ондайша. 1, 2, 5 қосылған 4/1. Енді Pn векторы, міне Pn векторы ол Pn векторы мынау дедік қой. 4/1 PQ дедік қой. Енді PQ векторын қалай табамыз? PQ векторын мына есепке қарайтын болсақ, екі нүкте арқылы вектор жасайтын болсақ, біз мынау ұшы болып тұр ғой. Ұшының координатынан басының координатын алатынбыз. Демек, мына арадағы PQ векторы ол ана неге сәйкес? Мынаған сәйкес. 5-тен 1-ді аламыз. 5-тен 1-ді аламыз да 4 деп жазамыз. Сол кезде біз
мына PQ'ді тауып жатырмыз. 2-ден 2-ні аламыз, 0. Сол минус 3-тен 5-ті аламыз, ол минус 8. Минус 8. Енді ары қарай есептеу. Мына жерде скалярды векторға көбейту үшін, яғни 4-тен 1 деген санды біз PQ векторына көтеміз ғой. Онда PQ векторының сәйкес координаталарының барлығына көбейтіп шығамыз. Енді реттеп жазатын болсақ, 1, 2, 5 қосылған 4-тен 1-ді 4-ке көтсек 1, 4-тен 1 0-ге көтсек 0, 4-тен 1 минус 8 көтсек минус 2 болады. Енді векторға координаталармен берілген векторларды табу үшін, қосу үшін, оның сәйкес элементтерін қосамыз. Демек, x-ке x-ін қосамыз 2, y-ке y-ін қосамыз 2, z-ні z-ін қосамыз, 5-ке минус 2-ні қоссақ 3. Демек, мына табылған вектор, ол жаңа біз ең басында айттық, ойын вектор деп. Міне, есепті полный картинасын көретін болсақ, міне былай. Осы. Демек, ойын векторы бізге ізделін табу керек болатын соны, міне, ойын вектор. Біз таптық. Енді ойын векторын тапқаннан енді оның келесі есепте оның ұзындығын тап дейді. Оны өткен сабақта айтқанбыз. Берілген вектордың ұзындығын табу үшін оның сәйкес координаттарының квадраттарын қосамыз. Осы ережемен шығады деп. Бұл енді 4, 4, 9, түбірасты 17 болады екен. Рахмет тыңдағандарыңызға.